Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерге біргелікте мына ОБТ-да келген математика есебін шығаратын боламыз. Мәтінді оқимын. Жәрмеңкеде таратылған кітаптардың екіден бірі бастауыш сынып оқушыларына арналған кітаптар, қалған 3/2-сі жоғарғы сынып оқушыларына арналған кітаптар, ал қалған 150 кітап студенттерге арналған кітаптар болса, онда мектеп оқушыларына арналған кітаптар қанша дейді? Саны қанша? Демек, бұл жерде мектеп оқушылары деген бастауышпен және жоғары сыныптарға арналған кітаптар санын сұрап алды бізден. Жақсы. Бізде енді барлық кітапты X-те болайықшы. X-те болайық. Ол тең болу керек. Демек, кітаптардың екіден біріне бастауыш сыныпқа арналған дейді. Демек, 2-ден 1 X болады. Плюс оқушылар арналған қалғанның 3/2-сі дейді. Демек, 2-ден 1 болса, қалғанды 2-ден 1 бөліксі. Демек, 2-ден 1 X-тің қалғаны, оның тағыны 3/2-сі жоғары сыныптар арналған. Плюс және 150 кітап, ол студенттердің кітабы дейді. Көрдіңдер ме? Не осы есеп шығарсақ, ол X табамыз. X тапсақ, ол жалпы кітаптар санын табамыз, балалар. Оны әлі түсіндіріп тағыдан. Демек, X тең. Бұл жерде мына X шыға жібердім болсам, бұл жерде 2-ден 1 қалады. Плюс мына 2-мен қысап 3-ден 1 қалады бұл жерде. 3-ден 1. Плюс мына 150 бар деген. Демек, мына ортақ бөлім беріп қосып жібердім болсақ, мынадан 3-ден мынадан 2-ден қосатын болсақ, не болады? X тең 6-дан 5 X болады. Қосылған 150. 6-дан 5 X бір жаққа шыға жібереміз. Азайды өтеді, бір жаққа қарай, азайды. Тең болады 150-ге. 150-ге. Азайтсақ, мұны жерде X шыға жіберсек, ол жерде 1 алынған 6-дан 5 болады. Ол тең болады 150-ге. Жалғасын бір жаққа жазамын. Демек, 1-ге 6-дан 5 азайтын болса, бізде 6-дан 1 шығады балар. 6-дан 1 X тең болады 150-ге. X тең болады. Мына екін көбейтіп берсе 150-ге. 6-ны 900 болады. Бұл 900 жалпы кітаптар саны. Бізде ол 900 деген жауап белгілеп жүрмеңдер. Бұл дұрыс емес. Бұл қате жауап балдар. Бұл жалпы санын сұраса ғана ол сол жауап болады. Бізде не сұрап жатық та? Ол мектеп оқушыларына арналған кітаптар дейді балдар. Демек, бастауышпен және не дейді? Жоғары сыныптың кітаптары. Демек, бізде берілген студенттердің кітабы бар. Бізде 150 деген кітап бар. Сол 900-ді азайтамыз 150. Сонда ол 750 кітап, ол бастауышпен жоғары сыныптың кітаптар саны менен. Жауабы С болады балдар. Міне осы жерде шатасмаңдар. Көп оқыса осы жерде қателеседі балдар. Түсінікті ғой? Демек, бұл жерде студенттердің кітабын алып тастауымыз керек. Себебі бізде мектеп оқушыларына арналған кітаптар санын сұрап жатыр балдар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, подписка басып кетіңіздер. Және де ОБТ-ға дайындалып жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.